رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұхтарам жамағат, бүгінгі біз бір күндік хадисімізде имам Бұхаридің сахихында келген Абдулла ибн Мас'удтан жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисіне тоқтаймыз. Ол хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Бұл хадистің аудармасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ақиқатында шындық, рас сөйлеу, шын сөйлеу ол жақсылықтарға жеткізеді дейді. Сауап амалдарға жеткізеді. Ал сауап амал ол пендені жәннатқа жеткізеді деді. Ал өтірік деді, өтірік айту, өтірік сөйлеу, біреуді алдап арбау, ол түбі жамандыққа алып барады деді. Күнәға алып барады. Ал пенденің бұл амалы, ол пендені түбінде тозаққа алып барады деді. Жаңағы хадисте пенде өтірік айтпай, өмірін шын сөйлеумен дағдыландырса, Алланың алдында шыншыл болып жазылады деді. Ал өтірік деді, ол жамандыққа алып барады, күнәға алып барады. Ал күнә ол пендені тозаққа алып барады деді. Енді кім өмірінде өтірік айтуға дағдыланса деді, оның өтірік айту сипаты Алланың алдында оны өтірікші деген сипатқа ие етеді деді. Яғни Алланың алдында жаман сипатқа ие болады деді. Бұл хадистен шариғатымызда өтірік айтудың харам екендігін, оның күнә екендігін аңғарамыз. Мұсылман қандай жағдайда болсын өтірік айтпау керек. Ол қиналған жағдайында болсын, тіпті қалжыңдасқан жағдайында да өтірік айтпау керек. Сондықтан ең жаман ұсқынсыз сипат ол өтірік айту. Сөзіне баға бермей, айтқан сөзін бақыламай сөйлеу, өтірік қосып сөйлеу бұл ең жаман сипат. Ертең мынау 1 сәуір алдау күні деген жаман әдет келе жатыр. Бұны атаудың өзі бір күні, сол күні өтірік айтып біреуді алдау, ол екінші күні. Алла сақтасын. Бұл біздің дінімізге де қайшы, біздің дәстүрімізге де, біздің табиғатымызға да қайшы күн. Бұл күннің дұрыс емес екенін айтуымыз керек. Ертең халықтар, адамдар бірімен қалжыңдасады. Оның түбі бәлки біреуге зиян беруі мүмкін. Бір-бірімен ерегесуі мүмкін. Немесе уақытын жоғалтуы мүмкін. Немесе басқа нәрсесін жоғалтуы мүмкін. Сондықтан бұл жаман нәрселерден біз өзімізді, ортамызды да сақтандыра білуіміз керек. Басқа қауымға ұқсамауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Мән ташабаха биқаумин фахуа минхум. Қандай да бір қауым біреуге еліктесе, ол солардан болып жазылады Алланың алдында деді. Сондықтан бұл жаман нәрсе дінімізге қайшы екендігін, оған жеңіл қарамау керек екенін құрметті бауырлар біліп жүрейік, оны айтып жүрейік. Өкінішке орай кейбір телеарналарда осыны кәдімгідей бір қызық қып көрсетіп жатыр. Ертең алдау күні сіз қалай алдайтын едіңіз, былтырғы жылы сіз кімді алдаған едіңіз деген сияқты, кімге қалай өтірік айтқан едіңіз, қандай шеберлік көрсеткен едіңіз деген сияқты халыққа, қарапайым халыққа жаман ұғымды сіңдіріп жатыр. Сондықтан ол бауырларымызға Алла Тағала хидаят берсін. Біз мұсылмандар әрбір сөзімізде, ісімізде тек қана жәннатқа жетелейтін, қоғамға пайдалы нәрселерді жасауымыз керек. Ва ахир дағуана, алхамдулиллахи раббил аламин.